Қазақстанда құрылтай сайлауына дейін мониторингтік топтар мен сайлау комиссиясының өкілдері сайлау учаскелерінің материалдық, техникалық дайындығын және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолжетімділігін тексеріп жатыр. Батыс Қазақстан облысы аумақтық сайлау комиссиясының жанынан мүгедектігі бар адамдардың сайлау құқықтарын қамтамасыз ету жөніндегі жұмыс тобы құрылған болатын. Сол жұмыс тобының құрамында жергілікті атқарушы органның өкілдері, сайлау комиссиясының мүшелері және мүгедектігі бар адамдардың қоғамдық бірлестіктерінің өкілдері енгізілген. Бүгін мына құрылтай сайлауына байланысты осы жұмыс тобының құрамымен біздер сайлау учаскелерінің дайындығы жөнінде мониторинг жұмыстарын жүргізіп жүрміз. Сайлау заңнамасына сәйкес сайлау учаскелері 3 санаттағы мүгедектігі бар адамдарға арнап жағдайлар жасалу керек. Бұл жаңа тірек қимыл қозғалысы бұзылған сайлаушылар, сосын есту және көру қабілеті бұзылған сайлаушыларға арналған жағдайлар жасалу керек. Батыс Қазақстан облысында сайлау комиссиясы мен мониторингтік топ өкілдері сайлауға дейін барлық учаскелерді аралап шығуды жоспарлап отыр. Мамандар күн сайын учаскелерді аралап, ол жерде мүгедектігі бар азаматтарға жасалған жағдайды тексеруде. Арба қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Гүлмира Батпақұлова жұмыс тобының мүшесі. Гүлмира Батпақұлова бұл жерде мүгедектігі бар азаматтарға барлық жағдай жасалған деп бағалап отыр. Мектеп болғасын бәр жер кедергісіз, кіргенде де шыққанда да мұнда сайлау мүшелеріне де, осы келген кісілерге де бәріне жақсы жағдай жасалған. Сондықтан бәрін аралап шығып жатырмыз. Өте ыңғайлы, өзім қарап шықтым, бәрі ыңғайлы. Жалпы облыс бойынша 2324 мүгедектігі бар азамат сайлау учаскесіне өздігінен келіп дауыс беруге қабілетті. Ал сайлау учаскелері тиісінше мүмкіндігі шектеулі азаматтарға толық жағдай жасауға міндетті. Учаскеде есту қабілеті бұзылғандарға, нашар көретіндерге және арбамен кіретін азаматтарға кедергісіз жол ашық болуы тиіс дейді жұмыс тобының өкілдері. Қазіргі таңда 2420 сайлаушылар тізімі бар. Қазір қарқынды жұмыс басталды. Біздің учаскеміз сайлау комиссиялары тізімдерін алып, қазіргі таңда үй аралау жұмыстары жүруде. Және біздің осы сайлау 488 сайлау учаскесінде барлық азаматтарға қолжетімді жағдай жасалған. Соның ішінде мүгедектігі бар адамдарға да толық жағдай жасалған. Енді еліміз үшін жаңағы ең тарихи маңызы бар құрылтай күні барлық сайлаушыларды осы 488 сайлау учаскесіне келіп дауыс беруге, өзінің құқығын білдіруге шақырамыз. Жұмыс тобы жарты күнде қаладағы 6-7 сайлау учаскесін аралады. Учаскелердің толық жабдықтамаған, талапқа сай келмейтін нысан басшыларына ескерту жасалды. Олар берілген ескертпелерді тамыздың 20-сына дейін толық жоюы тиіс. Жұмыс тобы сайлауға дейін барлық учаскелердегі пандустар мен кіреберістерді, ақпаратты қабырғаларды, көру, есту қабілеті бұзылған азаматтарға жасалатын жағдайды түгел тексеретін болады. Жанат Күшкінбай, Наурыз Халитов, Жайық пресс.